Тойда билеп тұрып жүрегі тоқтап қалды. Актер Сағат Жылгелдиевтің соңғы видеосы жарияланды. Отандық танымал актер Сағат Жылгелдиев 68 жасында өмірден озды. Өнер иесі өмірінің соңғы сағаттарын көңілді өткізді. Ол той үстінде би билеп әріптестерімен көңіл көтерген. Сағат Жылгелдиевтің соңғы видеосын Рахман Омар жариялады. Ол Instagram парақшасында актер туралы естелігімен бөлісті. Жалған дүние-ай, кім ойлаған? 10 минут бұрынғы той үстінде өзіне тән аңғалдығымен, кеңпейіл көңілімен, дархан мінезімен, ортамызда балаша билеп жүрген асыл ағамыздан бір сәтте айырылып қаламыз деп кім ойлаған? Жүрегім езіліп отыр, дел сал күйдемін, тірі жанға жаманшылығы жоқ. Басқаның қуанышында өз тойында жүргендей жүруші еді. Жасы біраз бізден үлкен болса да өте ширақ, қимылы көз ілеспейтіндей жылдам еді. Қайран ағам-ау, қайтейін, әй Сағат деп құрдасымдай ойнаушы едім. Енді кімге еркелеймін? Орның ойсырайды ғой, көкешім-ау, көз алдымызда кетіп қалдың-ау. Жаның жәннатта шалқысын, ағау. Біз сізді ешқашан ұмытпаймыз. Билеп тұрып жүрегі тоқтап қалды. Әлеуметтік желіде қайтар алдындағы той үстінде билеген видеосы жарияланды. Айта кетейік, бүгін 16 мамырда актер Сағат Жылгелдиевтің өмірден озғаны белгілі болды. Өнер иесінің жаназасы 17 мамыр күні өз үйінде беріледі. Сондай-ақ 17 мамыр күні сағат 10:00-де Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының сахнасында Сағат Жылгелдиевпен қоштасу рәсімі өтеді. Сағат Жылгелдиев 1954 жылы 12 желтоқсанда Қызылорда облысының Жалағаш ауданында дүниеге келген.